Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен дәл осындай жареные пельмени дайындайық. Бірінші кезекте қызып тұрған табаға 2 үлкен қасық сұйық майды құйып, майымызды қыздырып аламыз. Және қызып тұрған майымызға пельмендерімізді осылай салып, екі бетінде қызарғанға дейін 5-5 минуттан қуырып аламыз. Пельмендеріміз қызара бастаған уақытта үстінен 20 грамм сары майды салып, сары майда тағы да 5 минут қуырамыз. Ыдысымыздың қақпағын шамамен 2 минутқа жауып қойып, одан кейін тағы да ашып, бір араластырып қоюымыз қажет. Қуырылған пельмендеріміздің үстінен дәміне қарай тұзын салып, оның үстінен қара бұрышын салып, барлығын бірге араластырамыз. Және оттың асты баяу болу керек, қатты отта пісіріп қажет емес. Және шамамен 100 мл су құйып, тағы да осы су тартылғанға дейін бұқтырып 7 минуттай пісіреміз. Пісіп жатқан пельмендердің суы тартыла бастаған кезде ашып, бір араластырып қоюды ұмытпаңыз. Суы толықтай тартылып болғаннан кейін біздің пельмендеріміз жұмсарып, сары майдың дәмі ерекше сіңіп, осылай өте дәмді болып дайын болады. Дайын болған пельменді дастарханға тартар соусымен ұсынсаңыз, дәмі өте жақсы үйлеседі. Асыққанда дайындауға өте ыңғайлы, тез дайындалатын тағам. Сіздер де дайындап көріңіздер.